Қайырлы күн оқушылар, көңіл күйіміз қалай? Бүгінгі марафонымыздың екінші сабағын бастаймыз. Екінші сабағында біз екі таңбалы сандарды қосуды үйренеміз. Яғни 10 санынан бастап әрі қарай сандарды қосып үйренетін боламыз. 10 санына кез келген бір таңбалы санды қосайық. 10 мен 7-нің қосындысын табайық, балалар. Енді бұл жерде біз бірлікті қосу арқылы орындайтын боламыз. Екі таңбалы сандарды оң жағынан сол жаққа қарап оқитын боламыз, оқимыз. Яғни 0-ды, яғни бірлік деп аламыз. 1 ондық. Мінекей, осылай қосуды үйренетін боламыз. Бірлікке бірлікті қосып жазамыз. Яғни 0-ға әрқашан келесі қосылғышты қосып отыратын боламыз. 0 мен 7-нің қосындысы 7, 1 ондықтың өзі жазылады. Келесі 10-ға 9-ды қосқанда. Бұл жерде де дәл солай 0-ға келесі қосылғышты арттырып отырамыз. 1 ондықтың өзі жазылады. Келесі 20, яғни 2 ондыққа қосып көрейік. 2 ондыққа 7 бірлікті. Бұл жерде де дәл солай 0 мен 7-нің қосындысы 7, 2 ондықтың өзі келеді. Келесі 30 қосу 8 дейді. 0 мен 8-дің қосындысы 8, 3 ондықтың өзі жазылады. Келесі 40 деп алайық. 40 қосу 7. Бұл жерде де 0 мен 7-нің қосындысы 7, 4 ондықтың өзі келеді. Неге балалар? Дөңгелек сандарға бір таңбалы сандарды қосқан кезде, арттырған кезде 0 санына қосып отырамыз, балалар. Ал алдындағы ондық өзі жазылатын болады. Яғни 3 ондық өзін жазып отырамыз. Тек қана біз 0 мен келесі санды арттырып отыратын боламыз, балалар. Келесі екі таңбалы сандарды қосып үйренейік, балалар. Екі таңбалы санымыз 19-дан бастап Мінекей 19 саны. Немесе 25 қосу 7, 23 қосу 8, немесе 45 қосу 7 сандарын алайық. Мінекей балалар, екі таңбалы санға бір таңбалы санды қосқан кезде бірлігін қосамыз. Бұл жерде балалар бірлігіне бірлікті қосқан кезде 10 санынан асып кетеді. Сондықтан 9 мен 4-тің қосындысы 13. 13 санының бір ондығын мына ондыққа қосып отырамыз, балалар. 9 мен 4-тің қосындысы, яғни 13 болғандықтан 13-тің ондығын бірінші ондыққа қосып отырамыз. 10 мен 10-ды қосамыз, одан кейін қалған 3-ті қосамыз. Тең болады. 10 мен 10-ның қосындысы 20, 20-ға 3-ті қоссақ 23. Келесі де дәл солай 19 мен 5-нің қосындысын табуымыз үшін бірлікке бірлікті қосамыз, ондығын мына ондыққа қосып отырамыз. 10 қосу 10. Қосу 9 мен 5-нің қосындысы 14, 14-тің 10-ын мына ондыққа қостық, сондықтан 4 бірлігін қосамыз. 10-ға 10-ды қоссақ 20, 20-ға 4-ті қосамыз 24. Келесі 5 мен 7-нің қосындысы 12. 12-ге бұл жерде балалар 2 ондық екен, 2 ондыққа 1 ондықты қосып отырамыз. Яғни 20 қосу 10 қосу 2 тең болады 32. Келесі 23 пен 8-дің қосындысын аламыз. Бұл жерде де дәл солай 3 пен 8-дің қосындысы 11 болады. 11-ге 1 ондығын қосып отырамыз. Мінекей 11-дің бірін аламыз. 20 мен 10-ның қосындысы 30, 30-ға 1-ді қосамыз 31. Келесі 45 пен 7-нің қосындысын табамыз.
40 қосу 10 деп аламыз. Яғни 5 пен 7-нің қосындысы 12. 12-нің 1 ондығын, яғни 4 ондыққа қосып отырамыз, яғни арттырып отырамыз балалар. Сонда қалғаны 2. 40-қа 10-ды қоссақ 50. 50-ге 2-ні қоссақ 52. Мінеке балалар, 2 таңбалы сандарды қосуда осы заңдылықты сақтаймыз. 2 таңбалы сандарды дәл солай бір бетін орындаймыз. Осы жазбаша түрде екінші бетін ауызша минутқа орындап маған жіберіңдер. Сәттілік балалар.